Міне осы тазалық мәселесіне, құрметті жамағат, біз ерекше дәрежеде көңіл бөлу керекпіз. Мынандай бір 4 мәселе бар. Біздің өмірде орын алатын нәрсе, сол кездерде өзімізді абайлау керекпіз. Мысалы, бірінші, көп сөйлеу деген нәрседен сақ болу керекпіз. Мысалы, артық сөздер, мысалы. Ол сізге Алла Тағала тіл бергеннен кейін ол тілімізді тазартпасақ болмайды екен. Мысалы, бұл тіл таза болмаса, жүрек таза болмайды екен. Жүрек таза болмаса, ол иманның өзі дұрыс болмайды екен ол. Яғни бізді жамандықтан сақтай алатын жағдайға жарамай қалады екен ол. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ла ястақиму иману ахадикум хатта ястақима қалбуху." Сендердің біреулеріңнің иманы түзу болмайды. Иманның түзулігі деген нәрсе бар. Неге? Өйткені біз иман келтіргенбіз, бірақ біз ғайбат айтып жатырмыз. Біз жағандай біреумен ұрысып жатырмыз. Біз сараңдық қылып жатырмыз. Ол түзулік па? Сендердің біреулеріңнің иманы түзу бола алмайды дейді, жүрегі түзелмейінше. Енді қараңыз. "Вала ястақима қалбуху хатта ястақима лисануху." Жүрегі оның түзелмейді, тілі түзелмейінше дейді. Олай болса, тіл, мына бізге берген тіл. Осының өзіне иелік ете алсаң, сен бақытты адамсың. Сен бақыттысың. Оны иелік ете алуды неден үйренеміз? Ситуация болып қалды, сіздің хақыңызға біреу қателесіп қалды, немесе жаңағыдай біреу қарыз сұрап келді, немесе осындай бір жағдай болып қалған кезде сен сәл үндеме. Өзіңнің жаңағы Аллаға мұқтаж екеніңді есің ал. Сен ешкім емес екеніңді есің ал. Осы күнге дейін қандай нәрсеге жетсең, Алла жеткізді сені тек. Осы нәрсеге кірді, өзіңді еске ал. Мынау Алла Тағаланың "сен пақырсың маған" деген сөзін еске ал. Сөйтіп тауфиқ келеді да, санаң барлығы. Жаңағы енді ана кісіге айтатын сөзің мүлде басқаша болады. Ан жаққа берем деген ниет бағана жоқ еді. Кәдімгідей бергің келіп кетеді. Сол сәл нәрсе керек құр. Сәл өзіңді Алламен байланыстыратын сәттер керек. Ол нәрсесіз кіріспеңіз, іске, сөзге кіріспеңіз. Ақылдың өзі істейтін уақыты тек сол көзде. Жаңағы кішкене ойланасыз, Алла Тағала ақылыңа тауфиқ береді да, сосын ол сізге Алла риза болатын нәрсені ғана істетеді. Біріншіден, сондықтан сөйлеу мәселесінде бұл тіл деген нәрсенің өзіне осылай назар аударатын болсақ, көп сөйлей бермеуді, болмайтын сөздер, анекдоттар болсын, тағы да басқа нәрселер, ғайбат, өсек уже жиіркенетін уақытың біз жетті оған. Ол жаман нәрсе. Жоқ тіліңізде сол нәрсе. Соған жету керекпіз біз. Ол үшін жаңағыдай Омар радиаллаху анху айтады: "Ла туксирул калама." Көп сөйлей бермеңдер дейді, әйтеуір Құдай Тағала тіл берді екен деп. Ұйымдастырып тілдерді тарсылдап сөйлей бермеңдер дейді да. Өйткені көп сөйлей беретін кездерінде фаинна касратал калами тужидул қалбал қосия. Жүрегіңді қатайтып тастайды дейді. Жүрек қатаяды да, сіз өзіңіздің кемшіліктеріңізді көре алмайтын боласыз. Мүлде. Бірақ біреулердікін кәдімгідей көретін боласыз. Өзіңдікін мүлде көре алмайтын боласыз. Жүрегің қатайып кетеді дейді. Ал жүрегі қатайған адам Алладан ең алыс отыратын адам болады дейді ертең қияметте, мысалы. Орны. Сондықтан тіл, осы нәрсені түзесек, бірінші ол тазару мақсатында. Екінші, касрату тоғам. Мысалы, жаңағыдай көп тамақ жей беру деген нәрседен де тоқтауға тырысу керекпіз. Мысалы, біздің осы Рамазан айында біз сәресін ішеміз ғой. Енді біздің сәре ішіп атқанымызда сахабалар көрсе, білмеймін бізге не айтатынын олар. Біз сәресін ішкен кезде, біз шын мәнінде қарнымыз ашпайды кешке дейін. Өйткені біз оны сол үшін ішеміз ғой да. Міне, енді Аллаға шүкір, әйтеуір ораза ұстап, Алла Тағала